Ассалаумағалейкум жүзім сүйер қауым. Бүгін жүзімге ешқандай дәрі шашпадым, тыңайтқыш та бермедім. Есесіне маңызды жұмыстарды жасап шықтым. Жүзімді суардым, артық басыңқыларын алып шықтым, сымнан босап кеткен өркендерді қайта байладым. Көп жағдайда жүзімге тек дәрі шашып қана қоймай, осындай қарапайым күтім де өте маңызды. Басыңқыларды уақытында алып отырсаңыз, бұта жақсы желденеді, күн сәулесі жақсы түседі және ауруларда пайда болуы қаупі азаяды. Ал өркендерді байлап қою шоқтардың салмағынан сынудың алдын алады. Соңғы өңдеуіме 10 күн болды. Қазір жүзімдерді бақылап жүрмін. Егер ауа райы мен өсімдіктің жағдайы талап етсе, келесі профилактикалық өңдеу уақытында жасаймын. Кейде жүзімге ең пайдалы нәрсе артық дәрі емес, уақытында жасалған дұрыс күтім. Бірақ ең маңызды нәрсені ұмытпаңыздар достар, кез келген дәрі препарат қолданбас бұрын міндетті түрде оның нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыздар. Әр препараттың өзіне тән қолдану мөлшері болады, өңдеу ережесі және өнімді жинағанға дейінгі күту мерзімі, орысша срок ожидания дейді. Соны мұқият қараңыздар. Уақытылы жасалған күтім сау жүзім мен мол өнімнің кепілі. Ал баршаңызға берекелі бақ, жайқалған жүзім және мол өнім тілеймін. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз ағайын.